Сондайлар бар, басқа да бар. Жалақыны кетпеуге тырысыңыздар. Bir жылдан кейін мүмкіндік болса, жаңағы грантқа ауыстырып береміз. Гранттық несі болса, кейбіреулеріңізге жаңағыдай жеңілдіктер болса, жеңілдіктерді көрсетеміз жаңа айтқандай. Сондықтан келген екенсіңдер, журналист тақырыпты еркін жазу керек. Тақырыпты сіздерге айтайын, қазір мынау жазған кезде мысалы бір терең білімділікті көрсету керек. Мысалы қарапайым бір нәрсені айтайын, Абайдың бір өлеңін алдық. Ғылым таппай мақтанба. Осы өлеңді жазған кезде қалай жазады? Мысалы ғылым таппай жазу сызудың шығармашылықта өзіндік өнерін көрсететін журналистика факультеті дегенге журналист деген атқа сай болатын адамды ғана қабылдайды. Оған көңілдеріңізге келмесін. Қазақ СССР-дің халық артисі болсаңыз да ондай нәрсе мен алмаймын. Тағы да қайтып айтайын. Еңбектеріңізді қараймыз, жаңа айтқан жерде кішкене мына бала жақсы екен, жарайды осыған нетуге болады деген жерде көмектесеміз. Бірақ ол преимущество бермейді біреуіңізге де. Бәріңіз бірдейсіздер. Бала қабілеті бар бала, сол осында өзі қалып журналистикаға кәдімгі жандарыңызды беру керек. Енді тағы да қайтып айтайын, біздер молдалар тәрбиелемейміз, сразу да қайтып айтайын. Мына осында оқитын балалар тәрбиелейміз. Біздің мақсатымыз журналистиканы кәдімгі қыр-сырын білу. Ертең енді демалып, таңертең неге келіңіздер? Емшіққанда телефон қолданбаңыздар, не істемеңіздер. Білесіздер ғой, потому что кіргізбеген өз орнына бір шпарғалы қыпайтынан қылған бірден етемді бостан-бос қарап, бостан-бос оңға қарадым, солға қарадым, бәрін камера қарап отырып етеді. Бостан-бос түсіп қалмаңыздар, жарай ма? Таза баспен, оймен жазыңыздар. Жаңа да айттым ғой. Мамандықтың несіне байланысты ертеңгі нені маған былай айтуға болмайды, бірақ деген сияқты нәрселер болуы мүмкін. Жаңағы телевидениедағыларға осы басқаша да болуы мүмкін. Сондықтан естіген тақырыптар әртүрлі. Бірақ сіздер жаңа айтқанда осындай мен уже бар шындығымды айтып қойдым, сендер жақсылап жасыңдар. Негізі айтуға болмайды, осы тақырыптардың көлемін деген. Үйге барып алып, қарап, дайындап, осы асып қорқыңдар, ештеңе де былай, свободно солай, еркін. Ертең өздеріңіз осы оқығанда да солай болыңыздар. Уайым, не, мына немес, журналистерге өзі тентектік жарасады ғой. Жаңағыдай сіздерге менің аман есен тапсырып, біздің факультеттің түлегі болыңыздар. Кейбіреулеріңіз жаңа айтып отырмын ғой, енді мүмкіндік болып, жаңағыдай кейде жолдарыңыз болмай, бір нәрсе болып, жаңағы кішкене түсе алмай қалсаңыздар, оған абыржымаңыздар. Ештеңе де жоқ. Енді бір жыл, жаңағыдай ақылы өлімді оқысаңыздар, кейбіреулеріңізге айтып отырған, жаңағыдай ақылы анжаққа кетіп қалып кетпей, ақылы өлімді оқысаңыздар, осы группада жүріп, жаймен бір-екі жылда гранттар пайда болады, жаңағыдай қосымша жұмыс